Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, оқырмандар. Бүгінгі біздің талдайтын күйіміз адайдың 4-ші бөлімі. Мына жерде нүктелер жоқ, сондықтан пернелермен айтып отырам, мұқият тыңдап отырсаңыздар болады. 14-ші пернеден бастаймыз, екінші саусақпен. Сосын 16, 17. 2 төмен, 2 жоғары қағыс ойнаймыз. Бұл жерде 14-ке төмен, 16-ға төмен, 17-ге жоғары. Сонда бұлай болады. Сосын тағы 2 төмен, 2 жоғары. Осы 17-ні ұстап тұрамыз. Сосын бірінші саусақ 12-ші пернеге орады. Бұл жерде 5 қағыс. Төмен, жоғары, төмен, сосын 2 жоғары. Деген қағыс. Міне. Сосын 14-ші пернеге бірінші саусақпен түсеміз. Тағы сондай қағыс. Сосын үстінде 16-ші пернені екінші саусақпен басамыз. Тоже 5 қағыс. Төмен, жоғары, төмен, сосын 2 жоғары. Сосын 17-ші перне үшінші саусақпен. 4-ші, 3-ші саусақ бірге тұрады. Тоже сондай қағыс. Төмен, жоғары, төмен, сосын 2 жоғары. Басынан бастап көрсетейін, асықпай. 16, 14, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 12. 17, 14. 17, 16, екінші саусақпен. 17, 17. Ары қаратай 14. Сосын 16, бір төмен. 14, жоғары. Қайттан 16, екінші саусақпен. Төмен. Сосын 2 жоғары. Болады сол кезде. Мына жерде былай болады. Одан кейін келесі такты бір төмен, 3 жоғары болады. 17-ші пернені ұстап тұрамыз. Сосын 16-тан бір төмен, 17-тен жоғары, жоғары, жоғары. Қайттан сол қағысты қайталамыз. 16-тан 3-ші саусақпен бір төмен, 17-ге барамыз, 4-ші саусақпен 3 жоғары. Мына жерден бастап ойнап көрсетейін. Түсінікті ғой, 16, бір төмен, 17-тен 3 жоғары. Соны 2 рет ойнаймыз. Сосын 16-тан төмен, 17 жоғары, жоғары 17, сосын 16 жоғары. Жаңағы 2 қағыстан кейін осы кетеді. Деген қағыс кетеді. Сосын бір төмен, 3 жоғары қағыс. 14-ші пернені ұстап тұрамыз, бірінші саусақпен. Төмен, екінші саусақты қоямыз. 14-ші пернеге жоғары, 14-ші пернеге 4-ші саусақты қоямыз, жоғары, сосын бірінші саусақпен 10-ші пернеге барамыз, жоғары. 8-ден андай әуен шығады. Сосын бұл жерде 12 төмен, 14 жоғары, 16 төмен, 16 жоғары, 14 жоғары. Бұлай болады. 12, 14, 16, 16, 14. Сосын осы екінші саусақпен
12-ші пернеге жылжимыз. Бір төмен, бір жоғары, сосын 14-ші пернеге 4-ші саусақпен бір жоғары, қайттан 10-ші пернеге 1-ші саусақпен жоғары. Сол кезде болады. Мына жерде мынандай әуен шығады сол кезде. Сосын ары қаратай деген қағаз. Бұл жерде мана ең бірінші бастағандай 14-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз. Төмен, сосын төмен, 2 жоғары, 14, 16, 17, 17. Сосын 16-да тұрамыз, бір төмен, 17-ні ұстаймыз, бір төмен, 16-ны ұстаймыз, бір төмен, 17-ні басамыз, бір төмен. Бірақ бұл жердегі қағаз акцент және с точкой сияқты, с точкой болады. Деген татам деген қағаз. Екінші қағаз жылдам кетеді, бірінші қағазға қарағанда. Сосын 16 төмен, 17 жоғары, 17 жоғары, 16 жоғары. Бір төмен 3 қағаз, 3 жоғары. 16, 17, 17 және 16. Сосын манаға мен 14-ші пернені ұстап тұрамыз. Бір төмен 3 жоғары. Бірінші саусақ 14-ші пернеде, екінші саусақ 14-ші пернеде жоғары қағыз. 14-ші перне, 4-ші саусақ жоғары және 10-ші перне жоғары. Бұлай болады сол кезде. Сосын 12, 14, 16, 16, 14. Он екіге бірінші саусақ, 14-ге екінші саусақ, 16-ға төртінші саусақ. Содан кейін екінші саусақпен 12-ші пернеге барамыз, бір төмен, бір жоғары. Сосын 14-ге төртінші саусақпен жоғары, 10-ға бірінші саусақ жоғары. Одан кейін бас бармақ 12-ші пернені жабамыз, астан 14-ші пернені 4-ші саусақпен. Бұл жерде 14 төмен, бас бармағы 2-ші саусақ бірге, жоғары, 12-де 12, сосын 12-де 14, төмен, жоғары, қайттан 12-ге барамыз, жоғары. Сол кезде әуен болады. Одан кейін ол жерде бас бармақ 10-ші перне, астыңғы шек 9-ші перне. Бір төмен, 10-да 10, бас бармақ 2-ші саусақ жоғары. Сосын 10-да 12, бас бармақ 4-ші саусақ төмен. Сосын жоғары, сосын 10-да 10, 2 бас бармақ 2-ші саусақ жоғары қағыз. Бұлай болады. Сосын ары қаратай 10-да 9, бір төмен, 9-да 9, бас бармағы 2-ші саусақ жоғары қағыз. 7-де бас бармағы 7-ге барады, асты 9-ші перне, 4-ші саусақпен жоғары және 7 астында 5-ші перне жоғары қағыз. Бір төмен 3 жоғары болады. 10-да 9, 9-да 9, 7-де 9, 7-де 5. Осымен адайдың 4-ші бөлімі аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет.